Қамырын илеп әуре болмайтын, бар болғаны 5-ақ минутта ресторандағыдан да күшті шығатын пицца дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Дәл қазір балаларыңызға жасап беріңіздер, шын айтам, күшті болып шығады. Ең алдымен тестасын дайындаймыз. Ол үшін 4 ас қасық майонез, 4 ас қасық қаймақ қосып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, 9 ас қасық ұнымызды қосып, және де 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып, барлығын бір массаға жеткенше араластырамыз. Массамыз шамалы осылай қоюлау болып шығады. Пергамент қағазды төсеп, бір келгі етіп жайып шығамыз. Осы тұста пештеріңізді қыздырып қойыңыздар 200 градусқа дейін. Кетчугымызды бетіне жағып, бір келгі ет тегістеп шығамыз. Одан кейін осылай орегано деген дәмдеуішті қоссаңыздар, дәл пиццериядағы пиццадай болып шығады. Менде сыр моцарелла, оны да қаншалықты көп қоссаңыздар, соншалықты дәмді. Помидор және де колбаса қызып тұрған пеште 200 градуста 8 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды.